Баршаңызға сәлем. Бүгін бауырсақ дайындаймыз. Жылы сүтке сары май, қаймақ, дрожж, тұз, жұмыртқа, қант, және ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Ашыған қамырымызды екіге бөліп, әрқайсысын 1 см қалыңдықта жайып аламыз. Жайған қамырымыздан видеода көрсетілгендей қылып, формамен дөңгелекшелерге кесіп аламыз. Бауырсақтарымызды қызған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақтар өте жұмсақ болып пісті. Баршаларыңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекелерімен құттықтаймын. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.